Рафаэль Физиевті айтып отырмыз. Жаңа ғана әңгіме еткен Рафаэль Физиевті айтатын болсақ, тік тұрып күресудің, яғни тай бокстың қас шебері, кикбоксингтан да талай ұлы дүрмектерде топ жарған спортшы. Мына көріп отырсыздар назарларыңызда Қырғызстанның тумасы, бірақ Таиландта саналы ғұмырын барлығын өткізген. Сол жақта тай бокстан да, муай тайдан да, басқа да дүбірлі доталардан топ жарған болады. Сондықтан да ұрғанын құлатып, тепкенін сулатып салады деген секілді осы жігіт жайында осындай әңгіме өрбуде. Оның қаншалықты рас, қаншалықты рас емес екенін осы жекпе-жек аңғартатын болады. Енді қазір осы жекпе-жек басталады қазір. Оның алдында бізде қонақта қазір еліміздің ереже жекпе-жектің қас шебері, өзіміздің танымал спортшымыз Ержан Айстанов келіп отыр. Қош келдің, Ержан. Қош келдің. Енді қалай, жарыстан алып жатқан әсерің қалай болып жатыр? Осы жекпе-жектер көңіліңнен шығып жатыр ма? Әрине, елімізде Американың промоутері болып жатқанда біз өте қуаныштымын. Әсерім алу өте мен үшін қуанышты. Қазір Нұржан бауырымыздың одан кейін қарсыласы Тайгерде бізде бірге жаттыққанбыз. Ол жақта бапкер болып жасайды бұл жігіт. Қазір мен үшін өте қызық бойлардың бірі деп. Енді біз бұқаралық ақпарат құралдарынан бұл жігіт жайында оқыдық, біраз мәлімет алдық. Ұрғанын құлатады, тепкенін сұлатып саласы деген осындай бір қорқынышты бір мәліметтерді естіп жатырмыз. Бұл қаншалықты рас? Бұл рас, өйткені бұл кикбокспен айналысқан уақытында күресі де жақсы. Нұржан бауырымыз бокспен меңгерген жақсы, бокс шебері, қызық болады. Бірақ екеуіне де оңай болмайды. Мына Алматы арена Нұржанға барынша қолдауға көрсетіп, айғайға басуда. Әрине, қазақ бауырымызды жеңгенін қалаймын. Рафаэль өзіне өте сенімді. Біртемен медаль бетінен бір қобалжып тұрғанын да байқамаймыз. Енді осы жекпе-жек қандай сценарий болып өрбиді деп ойлайсыз? Бірі боксшы болса, бірі тай боксы шебер болса, тік тұрып айқасатын шығар. Иә. Қарсыласы, Нұржан бауырымыздың қарсыласы күреспен де жақсы күреседі. Енді абайлап өзінің жұмысымен істеген дұрыс деп ойлаймын. Ал басталды, сонымен көрейік. Нұржанға жанкүйерміз. Екеуі бір-бірін зерттеуде қазір. Нұржанның бір соққысы өтті, бірақ қайтарлықтай бір қарсыласына қауіп келтіретіндей болған жоқ. Дегенмен де бапкерлер де міне бірден Нұржанға қолды көтеріп айқасу қажеттігін ұғындырды, біледі. Қарсыласы өте сақа спортшы. Зайыттық 5 жекпе-жек өтті, біреуді тұрған жоқ. Бірақ оның сыртында тай бокстан, кикбоксингтан жеген қаншама гол тәжірибесі бар. Бұны көрдіңіздер, флаштап соқты. Тимеді. Қарсыласы өте нық ұрады, нық тебеді, өзіне сенімді. Нұржан бауырымыз да оң қолмен ұстаса жіберіп алды. Абайлап төгілсе керек. Мына тіземен секіріп кеп тебейін деп еді. Тимей қалды. Абырой болғанда біздің спортшыға. Екі спортшында мына күресуге аса құлқы жоқ. Екеуі де мына осы жекпе-жекті мына 1,5 минуттар уақыт болды. Өткенде тік тұрып күресуге ұсынуда. Қарсыласы үнемі
Тайгерде жаттығып жүреді. Өте формасы жақсы. Нұржан бауырымыз да жақсы дайындалған сияқты. Mana o'zi осылай жауап беру керек қадыр. Тұра беруге болмайды ол қадыр. Спортта бәрі болады. Тай бокстың әдісін қолданып жатыр ғой мына. Тіземен. Көрдіңіз ба? Күрестен де осал емес. Нұржан бауырымыз жақсы қорғанды. Сол оң жүйес қойды. Нұржан бауырымыз. Бапкерлердің бұны қолды көтеру қажеттігін айтып жатыр Нұржанға, бірақ Нұржан естімей тұр ма? Міне өте көрдіңіз шындақпен жақсы ұрды Физиев. Бұл Тайгерде де тайбокстан жарысын жиі өткізіп тұрады. Аяғы да сұмдық екен. Сілтеген өзінен ақ міне байқауға болады. Мен ойымша 5 минуттан 3 раунд болады, соңында жетпейтін сияқты. Бұл бәсеке ме? Бәсеке. Енді Нұржанға не істеуге болады? Көріп отырмыз алғашқы минуттардан ақ. Қарсылас тепсе де, расында да айтқандай қиын. Құлаштап та соғады екен, шындақпен де, тіземен тұрады екен. Күресте де мықты, аяқпен де жақсы себеді. Өте сәл күресетін Нұржан күрессе дұрыс болар еді. Күрестен жоқ қой. Жақсы жауап берді ғой. Екеуі бір-біріне жақсы өткізіп жатыр. Қолды көтермей, мына тағы тигізді Нұржан. Аяғы мықты екен, аяғы мықты мына. Енді шынтақта бола көріп Нұржан бауырымызға. Аңыз қызу жекпе-жек енді басталғанда. 30 секунд қалып отыр. Қолда жылдам мына. Қай жеңгені UFC-дің жұлдызы болды. Бірде бүйірдіріп жатқан секілді деді бе. Енді бір осаң жарқ етіп бастан тиіп жатыр. Екі қолын ұрау керек бұл жерде. Санау секундтар қалды, шыдау керек. Шынтақ өте, шынтақты байқа деп бапкерлер де жанұшыр айқайлап жатыр. Бірінші раунд аяқталды. Осы раунд аяқ. Осы үзіліс кезінде барлық ұғындыру керек менде бапкерлер қалай жұдырықтасу керек. Мына шыдамай тіптен Ардақ Назаровтың өзі шығып кетті ортаға. Айтып жатыр қалай жұдырықтасу керек екен. Оңай емес. Ардақ ағамыздың өзі қобалжып. Шаршанында шаң жуытпай, жеңуіне барлығымыз. Енді бір үзіліс байланып, Ержан өзінде көптен көрмей кеттік. Үлкен аренадан жарыстарға дайындалып жатсың ба? Үлкен спорттан қолсың ба? Соны білсек деп еді. Биылға демалдым. Құдай қаласа, енді жылы аренаға шығамын деген ниетім. Биыл кішкене жарақаттарым болып қалды. Сонымен өзімді демалдырдым. Жақсы, Ақжол. Үлкен жарыстарға сәттілік тілейміз. Міне енді шешуші екінші раунд басталды. Енді көрейік екінші раундтың қалай өрбитінін. Көрейік енді бір нәрсе өзгерте ма? Әйтпесе бірінші раундта басымдық сөз жоқ, Қырғызстанның спорт жағында болды.
бапкерлер қолын көтер деп жатыр. Нұржан шерім шашады деп қолы. Аяқтан айқас жақсы өтіп отыр. Тұруға болмайды әрине, былай тұруға болмайды міне. Аяқпен де қолмен тұрып жатыр әрине. Оңай емес, бірақ барын салу керек. Басқа амал жоқ. Осындай бір өте күрделі спорт түрін тағайындағаннан кейін әрине. Бұл спорттың ең қиын түрі. Бұл жерде күресті де білу керек, бокстасу да білу керек, кикбокс та білу керек. Бәрін алып жүру негізі өте қиын. Мен де қанша болды спортта жүргеніме. Екеуін де алып жүру қиын негізі. Сырттан қарағанда оңай сияқты. Міне жақсы, тамаша. Өте жақсы болды. Осылай істеу керек, батылдық. Сөз жоқ, қайсар жігіт екен. Батыл жігіт. Қазақтың қайсарлықтан ғой, біз оны жақсы білеміз. Әр батырлардың рухы мықты. Сол себептен. Баспен ұрып жіберді деп жатыр ғой деймін. Шаршамау керек бұнда жағдайда. Аяғын алып тастады, бірақ енді істеу керек, өзіне істемесе басқа амал жоқ. Не бел үзіледі, не белбеу кетеді дейді бұндай жағдайда. Негізі тепкенде күтіп алу керек қой, осы жерде. Оға жақсы күтіп алу. Аяғын әбден тіреп тастады, көріп отырмыз. Тепкен кезде соққылармен барған жерде тигізіп жатыр ғой Нұржанда. Нұржанда жақсы күтіп отыр. Тепкен кезде. Нұржан кішігірім шашып қалды. Бір жақсы. Босаңсуға болмайды, ұру керек. Шынтақпен де өзіне Нұржан ұралақтың көрсетті. Рафаэл Физиев тұруға да болады ғой. Оны қазір көреміз. Аяқтан іліп көрді. Жақсытады. Рафаэл балында тұр екен. Жіберіп алды. Соққы алмасу барысында қазір енді 3-1 соққысын жіберді. Бір минут уақыт қалды. Шыдаса екен. Аяғын алып тастады ғой дейді жаңа жерде. Қалай болды? Аяғын алып. Аяғы жарымай кетті. Расында да айтқандай екен, біз айттық, бұқаралық ақпарат құралдары оқыдық. Рафаэл Физиевтің аяқ қолға тұрмайтын спортшы, тіпті UFC-дің менеджерлері, промоутерлері да бұл кісіге, бұл жігітке көз назар аударып жүрген, көз түскен деп айтқандай екен рас. Өте мықты аяғы да, қолы да, Нұржан енді өтпе жоқ еді. Нұржанға барын салып төбелесті, бірақ қанша жерден қайсар болсаң да, қанша жерден батыл болсаң да, бірақ шеберлік бар, мықтының артына мықты, оны мойындауға тиіміз. Әзірге міне Рафаэл Физиевтің мықты екеніне біз анық көз жеткіздік. Алда қызықты жекпе-жектер бар. Бізде қонақта болған еліміздің танымал спортшысы, ел жекпе-жектен талай байрақты бәсекеде ел намысын абыройлы қорғаған Ержан Естанов. Ержан, көп рахмет еңбегіңізге, сізге алдағы жарыстарда сәттілік тілейміз. Рахмет, сіздерге де сәттілік тілейміз. В этом поединке досрочную победу одержал Рафаэль Физиев из Кыргызстана. Нокаут он отправил соперника. Вот лоу-киками он буквально затерроризировал Нуржана Турка. А вообще всю схватку соперники предпочитали работать в стойке, ударно. Вот здесь хорошие удары наносил Нуржан, но пропустил.
Рефери сразу оперативно среагировал, остановил бой, и там даже медицинская помощь потребовалась казахстанскому файтеру. Напомним, это весовая категория 70 килограммов. Рафаэль Физиев не знает поражения. В его профессиональном рекорде это 6-я победа. 4 минуты и 9 секунд во втором раунде. Техническим нокаутом Рафаэль Физиев выиграл эту схватку, ну а у казахстанца 3-е поражение в его